Mening Omar деген тұтынған інім болды. Мен Қырғызстанда оққанмын. Жаңа квартирада тұрамыз. Bir әйел бар. Сары әйел, Алла рахматын алсын. Әрдайым сол әйелге мен дұға қылып, Рамазанда 2 рет хатым қыламын жаңағы әйелге. Ол кісі былтыр дүниеден өтті. Өзі әлсіз келген. 7 қыз бір бала туған. Ең кішкентай қызы жынды басына ұра береді, соған қарап отырады. Жаңағы адамның күйеуі сондай бір алқаш. Сигарет шеккен кезінде барға мұртына шейін шегіп жүрген, аузына шейін сап-сары болып кетеді жаңағыны. Сондай бір бетінде нұр жоқ адам ғой. Бишара әйелді шынжырмен де ұрады, таспен де ұрады. Сондай бір азаптап тастағанға әйел бишара зорға жүреді. Мен келдім, сол жерде тұрдым. Жаңағының жалғыз баласы бар, Омар деген, менен 1 жас кіші баласы. Ауқатты мен келмей, сабақтан келмей, ауқат ашылмайды. Егер мен кеш қалып кетсем, бірінші маған ауқатты алып қояды. Содан жаңағы кісінің үйінде мен 3 жыл тұрдым, 3 жыл о кісі менен сабақ алды. Мен Құраннан сабақ беремін. О кісі 3 жылда 4-5 бара Құран жаттады. Таяқ жеген, миыннан таяқ жеген, қабырғалары сынған әйел түнімен жылап Құран оқиды. Жалғыз баласына Аллахтан өмір сұрайды. Bir күні оқудан келіп жатсам, көшенің адамдар жиылып қапты үйіміздің алдында. Мен қорқып кеттім, жаңағы апамыз өліп қалды ма деп жүгіріп келсем, қолында түйіні бар, бір қолында жынды қызын алып алған. Адамдар қой кетпе деп жатыр. Сонда күйеуіне айтып жатыр. Мен сізден разымын дейді. Сіз менден разы болыңыз дейді. Сонша жыл қызметіңізді қылдым. Егер қызметіңізді қыла алмаған болсам, мені кешіріңіз. Енді сіздерге ауыртпашылығым түспесін. Балдарыңыз өсті, қыздарыңыз өсті. Тамағыңызды дайындайтын, кереңізді жуатын адамдар дайындап қойдым. Енді мен ондайға денсаулығым сәл жарамайды да енді. Енді сіздерге ауыр болмасын деп, мына мүгедегімді алып кетіп бара жатырмын. Енді қалған өмірімнің барлығын Құранға бағыштасам, Құран үйренсем. Мына үйді сондай таза ұстадым. Ешкім кінартқан жоқ. Бірақ қабірімді ойламаптым. Ертең менің қабіріме балам түспейді, қабіріме қызым түспейді. Қабірімді өзім нұрландыруға кетіп жатырмын. Мені кешіріңіздер. Бүтін көше жібергісі жоқ. Сондай әйел, бүтін көше жібергісі жоқ. Бүтін көше тірілігінде, адамдар өлгенде көшедегі сәсеті жыламайды. Көріп жатырмыз оларды. Ана кісіге бүтін еркек әйел жылап жүр ғой. Сонда ана кісі отыр. Ана әйел жайлап жүріп кетіп жатыр. Сөйтіп еді ана орнынан тұрды. Шүкірхан деді. Әйел жайлап қарады. Жаңағы 3 жылда тұрған болсам, ана кісінің сондай жай сөйлегенін, көзінен жас шыққанын, оның да бір адам баласы екендігін мен бірінші рет көрдім да. Мен өзім 18 жыл спортпен шұғылданған адам. Не бір спортсмендерді білетінмін. Ана адамның түрі бар ғой, ешкімге ұқсамайды да. Бұл вахши адамға ұқсайды. Вахши қаншер адамға ұқсайды түрі. Сол адам тұрды да, Шүкірхан деді. Мені қорламасай деді. Мені қорламасай, мені тастап кетпесей деді. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын ғой деді ғой. Әйелдің жақсысын қараңыз. Әйелдің жақсы, жәннат аналар аяғының астында деп, қандай аналарға айтылған қараңыз. Ұрып қабырғасы сындырған, мұрнын сындырған, жағын сындырған, шынжырлармен байлап ұрып қоятын болған, қыстарда аяғыны мұздай суға тығып қойып ұратын болған ғой. Сонда да кетпегенде, қазір бізде мода ғой, әрқайсымыздың үйімізде бір қызымыз келіп беймалал отыр. Әлі ешкімнен таяқ жеген жоқ, онда қиыншылық көрген жоқ. Жағы отырып, сонда не қалды. Мен келдім, тұрмын.
Apa dedim. Siz Kur'an öğrenemin devatsız, Kur'an öğrenmeye ketim devatsız. Bırak ana akısı. Sen 3 talaksın. Üyden çık dese gana ketelas. Umusum ketelmez. Men Kur'an jattagım kelgen edi de. Kur'ansız ömür emes eken koy dep жылады ғой қарасаңыз. Содан жаңағы әйелді үйіне алып кірдік. Үйіне алып кірген уақытында жаңағы әйелді қараңызда енді. Күйеуіне қарап, мен бір шартпен кіремін деді. Күйеу сондай қарады. Не шарт деді? Жалғыз намаз оқысаңыз болды деді. Қараң, Jannatda ayol o'zining kuyovini qanday xizmat qilish kerak? Tangana tushunmay keldingmi? Yuk basing bo'lsin. Onu eshitgan bola hurmat qiladimi? Bishara erkaklarning eshagini chiqarib beradi-da, erkaklarning eshagini chiqarib beradi-da. Ana bishara uyine de kelgisi kelmay ketadi qo'y ashing'ondan-chi. Жаңағы ayol bir gana namaz okusanız bo'ldi degan edi. Ana tamam takabbur deb o'tirim qo'y. Жаңа kishida qarab turdi. Bo'pti dedi. Sodan alhamdulillah ana kishida namoz o'qidi, o'randi. Кейбір адамдарға Allah 10% beradi. Biroq 10%da percentlik aqshin o'tay olmaydi. Ularning Omar degan bir gana balasi bor edi. Bishara tinbay. Sol akesin birinchi qajiliqqa borib keldi. Akesin qajiliqqa borib keldi. 5 oydan keyin akesi qaytish bo'ldi. Akesi anau o'jida mana ne degan? Palyot degan sigaret bo'ladi. Palyot Qirg'izistondan chiqadi. O chekpeydi, o jitin qo'y, jitin o. Jitin. So'ng tashlab keldi qo'y. Endi meshitdan qalmay, jamoatim meshitdan qalmay, jumadan qalmay, uyine kelib ayolini sonday yaxshi so'zlar so'ylaydi. 5 oydan keyin жаңағы kishi qazo bo'ldi. Vaqtim sonday o'tib menen Omarning üstüne cala çabılıb bul qamaladi. 17 yılga kesiledi. Жаңағы jigit aytadi. Bir gün tursam dedi, shaqir deydi, sheshen kelyaptir dedi. Sheshen keldi, söylösüge chiq deydi. Sheshemni sog'indim, o'zim жалғыз bolamın, 5 qizning ichida o'sganman. Yuragim sonday bir ezilib, ko'zime yosh kelib qolgan edi. Sheshem turib, "Ey Omar, boshingni ko'tar" deb aytdi dedi. Sen jilovga aql emassin, sen ura emassin, sen buzg'unchi emassin, sen dindarsın. Seni Omar deb qo'yib edim. Omar roziyallohu anhu day. Boshingni ko'tar. Mana men amanman. Alhamdulillah. Namazing butunmi? İyi, anashim butun. Namazda so'ray ber. Adamlar hech narsa qila olmaydi. Allah her bir narsega qodir. Tetta burilib chiqib ketdi. Men sonda yezildim, kuniga urab, kuniga tebet dedi. Soning bir esine chiqib, anamning bir so'zi meni sonda qaytdan ko'tarib qo'ydi dedi. Alhamdulillah 17 yılga kesilgen bala 1 yılda aqtalib chiqib ketdi. Sebebi ananın duası barlığı narsega yetedi. Sebebi Allah sonda ulug' zat ata ananın duasın balası üçün qilgan duasını elbette qabul qiladi. Balanın ata ana üçün qilgan duasını Allah elbette qabul qiladi.